Міне бүгінгі әңгімеміз мынау тізе туралы болмақшы. Тізе деген мына суреті құрылыс көрініп тұр. Ол медициналық терминдерге мән бермей-ақ, былайша сүйектің былай құрылысын содан кейін қарапайым сөзбен айтып түсіндіруге болады ғой. Сондықтан сөйтіп көрейік. Ал енді мынау екі сүйек былай байланыстыратын, ол сіңірлер, ал арасында жаңағы мынандай үйкеліс болмау үшін мынандай жылтыр басы болады. Сол ішінде содан кейін бір сұйықтық болады. Мынау сырғанап жақсы қимылдауға сол сіңірлер ұстап тұрады. Содан кейін барлық мынау бұлшықеттердің ұштары сіңірлер арқылы осы бұлшық буынды қимылдату үшін, мысалға алдыңғы жағында мынандай қалқан сияқты бір сүйек бар. Енді оны былай ұстап, тізеңді ұстап, былай қозғалтуға болады. Ол бетінде былай сырғып жүретін. Содан мына жақтан сіңірмен әрі қарай кетеді. Мынау сөйтіп асық жілік, мына жақта ортан жілік. Сөйтіп түрегеп тұруға байланысты нәрсе. Ал енді айтпағым неде? Адам деген қазір көп жүреді, ауыр салмақтар көтереді. Содан кейін салмағы да қазір жұрттың салмағы артқан, бір кемінде 20-30% артығырақ орташа есеппен санағанда. Сондай енді ол жағында былай тереңірек айтпай-ақ қояйын. Сондай 20-30% орташа есеппен артықтау. Енді сол артық салмақты күні бойы арқалап жүру енді мынау тізенің мойнында. Мінім тізе деген содан әбден шаршайды. Содан кейін мынау ішіндегі сұйықтықты азаюы мүмкін. Содан кейін мынау жылтыр басы да қажалуы мүмкін. Сондықтан қауіпсіздік гвардиясы бар тізенің. Ол мынау сіңірлер. Сол сіңірлер мынаны қозғалтпау үшін әрі қарай ауруды дамуына бой бермеу үшін жаңағы айтып отырған гвардия сіңірлер. Олар мынау буынды қатты ұстап қалады. Содан кейін сигнал береді, белгі береді да. Мына жерде бір бізде проблема, бізде сондай өте үлкен сұрақ бар деп жаңағы сыздап сондай бір белгі беріп жатады. Біз оны ауырды деп жаңағы сыртынан маз жағамыз, немесе жаңағы уқалаймыз, сөйтіп неткіміз келеді. Немесе неге ауруханаға барып осындай жағдайыңды айтсаң, олар ішін ашып қарауды мүмкін ішінмен бір қажылған, мүжілген нәрселер болса, олар тіпті мына жағын кесіп тастап ауыстыруға дейін жаңағы темірден, титаннан, арнайы мынандай топсалары болады. Соны салып берейік деп жаңағы сондай осы сұрақты шешу жолын айтып береді. Сондықтан мен ойым соларға жоламау. Өйткені олар тек қана хирургиялық жағы жолмен немесе жағындай дәрі ішеді, дәрі іштейді, анау-мынау деген сияқты. Сондай
сондықтан ауруханада былай айналып жүру керек деп ойлаймын да өзім. Сондықтан бірақ мен бүгінгі айтпағым жаңағы өзімнің басымнан кешкенімді, мен оларды қалай түсініп, міне жаңағы айтып берген мүмкін менікі дұрыс емес те шығар. Оны бұрыс-дұрыстығын мынау біреулер рентгенге барып түсіп жатады, МРТ жасап, анау-мынау деген сияқты. Енді оның бәрі қайтып айналып келген кезде жаңағы ота жасауға келіп тірелуі мүмкін. Сондықтан бұл сенің организмің, оған өзің жауаптысың. Сондықтан өзің айналысуың керек деп ойлаймын да. Сондықтан мен өзім қарапайым өзімнің жаттығуларым бар. Мынау жаттығу не үшін жасау керек екенін айтып бермекшімін. Мен жаңағыны айттым, сіңірлер қатып қалған. Содан кейін жаңағы ауырып, сыздатып, әдейі миға сигнал беріп жатыр. Осындай қарағым-ау, біздің тізе өте ауыртпалықтың үстінде, сен кішкене тынығып жатсайшы. Шынымен де 1-2 күн тынығып жатсаң, қимылдамай, ол өзіне өз қалпына келуі мүмкін. Солай емес па? Бірақ кей кезде қалпына келмейді кетеді. Өйткені мүмкін шілей қатты басып жүрген шығарсыздар. Сондықтан оны қалай босатуға болады? Содан кейін ішіндегі сұйықтықты, содан кейін арасындағы мынау жылтыр сырғанақ, осы қабығын қалай қалпына келтіруге болады, жөнге келтіруге болады. Тек қана жаттығу арқылы. Ол әрине бір күннің ішінде мынау бір уқалап, немесе бірдеңке жағып неткен сияқты емес. Ол күніге біршама уақыт жұмсап, мысалға күні бойы бір, мен ойымша бір 2-3 мәрте, енді көп болған сайын да жақсы. Өйткені біраздан кейін организм ұмытып кетуі мүмкін да, сен ол жасадың ба, жасаған жоқсың ба деген сияқты. Сондықтан қазір мынау келесі кадрлер менің жаңағы арнайы жаттығуларым болмақшы. Сол кезде менің алғашқы жаттығуларым мынау, менде ғаламтордан іздедім, қайсы жақсы, қайсы жаман деген сияқты. Енді оның мынандай аумалы түкпелі деген сияқты өмірде жаңағы болып тұрады. Біресе ауырады десең, біресе ауырмай қалады. Бір ауырып жүрген кезінде мынандай тізелеп жүрдім, содан кейін байлап жүрдім, содан кейін уқалап жүрдім. Енді оның бәрін істеп болғаннан кейін қазіргі уақытта жаңағы аяқты сілку, немесе тебу. Мынау аяқты тепкен кезде мынау буындар арасындағы сіңірлер кішкене былай созасын. Өйткені мынау өз мынау балтырыңның өзінің салмағы бар. Содан кейін мынау сілкіген кезде сол салмақпен жаңа сіңірлер былай созылады. Созып күніге, енді оны қатты созу емес, ол сілкіген кезде жай ғана мынандай бір терпеліс болуы мүмкін. Сондай. Содан кейін басқадай жаттығулар, қимылдар болады. Ол қимылдар жаңағы мүмкін орнына келтіру жағынан, мысалға жаңағы мынау негізі тізе деген тек қана бір жазықтықта. Мынау үстелдің үстіне бүйтіп жатқызсаң, тек қана сол қимылдар былай мынау өзгеше қимыл болмау тиіс. Негізінен сол тізе екі жағынан былай ұстап тұрады.
мынау кәдімгі не сияқты ғой, топсасы, есіктің топсасы. Дәл есік сияқты ашылып жабылады. Абылайша басқа жазықтық, басқадай ешқандай бостандық жоқ. Тек қана бір жазықтықта. Сондықтан соны біліп жүру керек. Сөйтіп жаңағы неткен кезде басқа жаттығулар орнына қалай, мысалға енді мүмкін бір ішіне кіріп жүрген адам емес қой, жаңағы арасына жаңағы. Сондықтан оны қалай енді ішінде бір кедір бұдыры болуы мүмкін. Сондықтан өз-өзіне орнына келу керек. Ол орнына келтіру үшін жаңағы тек қана мына қимыл ғана емес, және де мен жаңағы беліңді бұраған кезде бұрап қимыл жасап, сол кезде мынау келіп атқан бұлшықеттер кезекпен тартылыс жасайды да. Мысалға былай оңға бұрылсаң, мынау сол жағындағысы созылып, оң жағындағысы босайды. Сөйтіп алға нетсең, артқысы тартылып, алдыңғысы босайды. Сөйтіп жаңағы кезекпен бұлшықеттер жаңағы мынау гитараның шектері сияқты былай кезекпен ойнаған сияқты боласын. Сөйтіп жаңағы сондай да жаттығулар да бар. Ол жаңағы орнына салуға өзінің септігін тигізеді. Енді тағы да бір айта кететін нәрсе, бір жағынан бізді енді тізені бүгіп, тізені былай мүмкіндігінше бүгуге кей кезде шама жоқ. Неге? Өйткені мынау үлкен бұлшықеттер әбден қатайған, созылмалы емес. Сондықтан соны созып та үйрету керек. Ол үшін жаңағы отырып тұру деген сияқты жаттығулар да бар. Бірақ ол жаттығулар әрине оған шаман келмес. Неге? Өйткені өзі мынау буының ауырып тұр. Соңғы бір жағынан ауыр қимылдар жасауға әсте болмайды. Ал оны жеңілдету үшін мынандай бір таяныш болу керек та. Мен мысалға жаңағы баспалдақтың таянышын үйдің ішінде бар. Соған ұстап тұрып, соған таянып, түрегеп тұрамын. Сол кезде бір 50-60%-ін қолыма жаңағы барлық салмақты аламын, 60%-ын. Ал қалғаны аяқ өзі жаңағы жұмыс істейді. Сол сияқты басқадай бұлшықеттерді, мысалы артқы бұлшықеттерді, оларды мысалы мынау балтыр еті, мынау сан ет, артқы жағындағы, оларды қалай созасын? Оны созу үшін мынандай еңкею керек. Барынша еңкейіп, сол кезде сол бұлшықеттер созылып икемге келе бастайды. Әрине бұл жылдар бойы тұздары бар, ішінде қалып біткен. Егер қимыл болмаса, ішінде тұздары бар, неше түрлі енді тұз дейтін неше түрлі минералдар ғой, жаңағы бұлшықеттерге беріп тұрған, бірақ жанбай кеткен, жаңағы күл сияқты, оттың күлі сияқты, оттың жаңағы шоқтары сияқты қалып кеткен. Солар жаңағы бұлшықеттің ішінде. Енді оларды былай қимылдатып, қан жүгіртіп, қан жуып, шайып алып кетуі тиіс. Сондықтан қимыл әрине мынау бұлшықеттерді де, сонан кейін мынау буынды да қалпына
келтіреді. Міне сөйтіп бір күніге 5-6 мәрте деп айттым. Ол түнде де мысалға енді үй іші болғаннан кейін кейбіреулер ойлайды, анау жақта алыста тұрған бір спорт алаңқайы бар, сол жаққа барып қимылдап деген сияқты. Ол спорт алаңқайы міне үйіңде болу керек, өйткені мынау қайда да киініп шешініп далаға шығып деген сияқты. Міне үйіңде жүрсін, үйіңде жасай бер соның бәрін. Мынау өткен кезде мынау дәл өзің терезең жақтауына ұстап соны істеуіңе болады, немесе жаңағы сондай бір өзің қазір дәнекерші деген көп қой, барып осыны қарағыма осыны істеп берші, мынандай бір таяныш керек еді деп. Сол кезде сен кез келген қабырғаңа анкер салып, анкермен жаңағы қимылдатпайтын мынандай бір көлденең темірді саған қабырғаңа жабыстырып істеп, болтпен жаңағы брондамен бұрап, сомыны бар, соны бұрап тастап қимылдатпай сол істеуге болады. Міне сол тренажер үйіңде тұрған. Сол тренажер жаңағы анау балериналардың мынандай бір ұстайтын сондай таяныштар болады ғой, дәл сол сияқты, бірақ биіктігі енді 1 метр, олардікі енді биіктеу, былай аяқты былай салып айырып бұттарын сөйтіп жаңағы жаттығу жасайды ғой, біздікі ол емес. Енді негізінен ол бұт айырып сондай қимылдар жасау, ол да әрине қажет нәрсе, бірақ ол басқа жаңағы үйіршік дейді, ол жамбас сол жақтағы буындарға арналған жаттығулар, бірақ ол да керек енді бәріне. Ал енді әрі қарай тағы да мына қимылдарды көрсетіп сондай қазір бейнелерді көреміз, сол кезде тағы да әңгімелейміз. Міне аяқ сілкуден бастадық, алға қарай тебу, артқа қарай тебу. Әрине бастапқы кезде бұл ауырып маза бермей қорқынышты болады, бір жер үзіліп кете ме деген сияқты. Бірақ кейін келе үйреніп аяқтың өзі сілкуге мұрша береді. Міне мынадай бел, бұрау, бұл өте жақсы қимылдар, өйткені мынау кезек-кезегімен бұл шөттер созылады. Міне мынау отырыс кезінде алдыңғы сан еттері созылады. Ал мынау белді бүккен кезде санның артқы жағындағы бұл шөттер. Ал мынандай қимыл балтыр еттері, өйткені табаныңды айырмай алға қарай еңкейген кезде балтыр еттер бұл шөттер созыла бастайды. Міне бір цикл бітірдік, енді келесі сондай көп емес қимылдар аз-аздан осылай машыққа келтіруге болады. Артқа қарай, алға қарай, содан кейін мынау белді бұрау қимылдары. Бұл жаңа айтқандай гитараның шектері сияқты біртіндеп айналасындағы, тізенің айналасындағы бұл шөттер тартылып, біреулер босап. Міне мынау қайтадан отырыс өте дұрыс, керек нәрсе. Өйткені алдыңғы бұл шөттер, алдыңғы мынау қалқан сияқты деп айттым. Енді мынау асық, ол асық астыңғы үстіңгі сіңірлері бар, олар да созылып сондай қалпына келеді. Міне мынау
солға оңға еңкею, содан кейін бір жағынан мынандай шалқаю, балтыр еттерін созуға арналған. Ол еттер үш жағы сіңір қойы, сіңірі де созылады. Сөйтіп жағы сіңірдің эластикалық сондай бір созылмалы болуына әкеледі. Міне үшінші мәрте болып кетті. Міне үшінші мәрте белбұрау болып. Сөйтіп осылай осындай қимылдар, қарапайым қимылдар. Содан кейін мына таяныш өте керек. Мына егер байқасаңыздар, осы барлық қимылдар мынау таянышқа екі қолмен тіреп тұрып отырған кезде салмақты өзіне алады. Содан кейін мынау қимылдаған кезде табаныңды көтертпей мынандай бел бұрау. Міне отырған кезде, міне тұрғанда мынау қолмен өзіңе жәрдем бересің. Белді бүгуде өте дұрыс